Сәлем достар, бүгін біз сіздермен тез әрі оңай және де ешқандай ингредиенттерін пісіріп жатпайтын оңай салаттың түрін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті ингредиенттерді мен описание бөлімінде қалдырып кететін боламын. Сонымен қатар біз салатымызды қазір турап көрсететін боламыз. Барлығын мұқият қарап алсаңыздар болады. Мінекей, бізге бар болғаны осы ингредиенттер ғана керек. Көп заттарды сатып алып, қымбатқа түсіп, немесе заттарын пісіріп жатпайсыздар. Сондықтан да менімше бұл оңай салаттың түрі деп есептеймін. Ең алдымен біз осылай видеода көрсетілгендей етіп, 4 бұрышты етіп колбасамызды турап алатын боламыз. Турап болғаннан кейін барлығын осылай қолдарыңызбен видеода көрсетілгендей етіп, бір ұзын сызықтай етіп, барлығын бір жерге жинап аласыздар. Қазір біз кезекпе-кезек ингредиенттеріміздің барлығын турап қоятын боламыз. Бұл салат өте мен үшін жақсы көретін салаттарымның бірі. Сондықтан да мен барлық жиын болсын, қонақ күтіп жатсам да, не істесем де осы салатты мен міндетті түрде дайындаймын. Өйткені өте оңай, уақытыңды көп алмайды және де дәмді болғандықтан тез жасалынатын салаттардың бірі. Және де ешқандай, ең маңыздысы, ешқандай заттарыңызды сіздерге алдын ала пісіріп қойып, немесе бір күн бұрын пісіріп қойып дайындап жатудың қажеті жоқ. Қонақ келер алдында 10-15 минут бұрын ғана жасасаңыздар да үлгересіздер. Сондықтан да ешқандай да қойған кезде ұятты салат деп те айта алмайсыз. Жасап көріңіздер, барлықтарыңызға кеңес беремін. Біз енді қиярымызды осылай турап болғаннан соң колбасамыздың жанына дәл колбасаны қалай қойдық, солай етіп қойып шығамыз. Мен сіздерге қазір бір тарелкаға ғана үлгі ретінде жасап жатырмын. Енді сіздер қонақ күткенде немесе үлкен жиындарға жасайтын болсаңыздар, ингредиенттерін 2 есе алып, немесе 3 есе күтетін қонақтарыңыздың санына байланысты көбейте берсеңіздер болады. Мен сіздерге тек үлгі ретінде ғана бір тарелкаға көрсетейін деген ойым. Мінекей, енді біз қиярымызды да турап болдық. Енді осы қазір колбасаның жанына видеода көрсетілгендей етіп қолдарыңызбен бір сызыққа қойып, жақсылап қойып шығасыздар. Қазір енді қызанағымызды да турап шығамыз. Қызанақтың ішіндегі сулы жерлерін алып тастаңыздар, өйткені салатпен бірге араластырып қойған кезде помидорымыздың суы шығып, керешке ішіндегі тез еріп кетуі мүмкін. Сондықтан да бірінші қызанақты турамастан бұрын ішіндегі сулы жерін алып тастаңыздар. Содан соң, егерде сіздер керешке қоспаймын, зиян дейтін болсаңыздар, онда сухариді үйден жасап, кәдімгі үйдің нанынан жасап, сухари қоссаңыздар да болады. Керешке қоспаймын дейтін жандар үшін солай қолдың сухарин қосуға болады. Мінекей, қызанағымызды да қойып шықтық. Енді келесі ретте бізде жүгері мен қатқан нанымыз, яғни сухари немесе керешке.
егер кирешкиді қосатын болсаңыздар, осындай домалақ түрін алғандарыңыз абзалырақ, өйткені ұзын түрлерін немесе бұдан да үлкен түрлерін алатын болсаңыздар, кішкене әдемілігі аса болмай қалады. Сондықтан да бұл салатты өте оңай болғандықтан қатты шығынды деп те айта алмаймын. Сондықтан да барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Бетін осылай майонезді кішкене бұрышынан ғана кесіп, осылай кішкентай узор етіп жасайтындай қылып кесіп алсаңыздар, жасағанда әрлеген кезде өте керемет және де әдемі болып көрінеді. Дастархандарыңыздың көркін ашады. Сондықтан да видеода көрсетілгендей етіп кесіп, видеодағыдай етіп әсемдеп әрлесеңіздер, немесе өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты басқа да әсемдеп әрлеудің түрін жасасаңыздар болады. Сонымен қыздар, мінекей менің жасаған салатым осы. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Ешқандай да ұялмай, кез келген қонақтарыңыздың түріне дастарханның көркін ашатын етіп жасай берсеңіздер болады. Маған тіркеліп кетуді ұмытпай, видеома лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.